Баршаңызға қайырлы күн. Бәріңізге белгілі, келесі айтта Құрбан айт мерекеміз басталады. Ал Құрбан айтта бірінші кезекте дастарханда орын алатын ол өзіміздің жеті шелпегіміз. Ғаламторда жеті шелпектің көптеген рецепттері бар. Бірақ бұл рецепті еш жерден таппайсыз. Себебі бұл өзімнің анашым үйреткен рецепт. Яғни бала күнімізден осы рецепт бойынша пісіріп келеміз. Негізінде шелпекті қолға алғанда оны 4 бөлікке бөледі. Ол 4 құбылам тең болсын дегенді білдіреді. Бірақ көпшілігі бұны білмейді екен. Бүгін біз 7 шелпекті кез келген ас үйден табылатын осы пияздың суына илейтін боламыз. Ол үшін пияздарымызды аршып, турап, бір ыдысқа саламыз. Содан кейін үстіне су құямыз. Мен ыстық су құйдым, тезірек қайнау үшін. Сіз суық су құйсаңыз да болады. Содан кейін отқа қойып 10 минут қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін пиязды сүзіп, суын жеке аламыз. Ыстық суымызды сәл суытып, бір қасық тұзымызды қосып, қамыр илейміз. Мен пияздың суының жартысын пайдаландым, қалған жартысына ашытқы қосып, бауырсақ пісірдім. Егер сіздің қазаныңыз үлкен болса, немесе шелпекті көп мөлшерде пісіретін болсаңыз, мына судың барлығын пайдалансаңыз болады. Сонымен жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырдың бетін целлофанмен жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Енді ыдысымызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Майымызды қатты қыздырамыз. Бізде 15 минут уақыт өтті. Қамырымызды алып, бөліктерге бөліп, дөңгелек жасаймыз. Содан кейін жақсылап жайып аламыз. Қатты қызған майымызға шелпектерімізді екі жағын аудара отырып, пісіріп аламыз. Егер сіз каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыз, жанындағы қоңырауша белгішесін басып қойыңыз. Видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Енді осылай барлық шелпектерімізді пісіріп аламыз. Міне біздің шелпектеріміз пісіп шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецепті пайдаланып, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Тағамдар каналы, сау болыңыздар.